Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі керемет болып шығатын осындай сүзбелі пирогтың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі алда көптеген видео шығады, сол себепті қолдап кетіңіздер. Ең алдымен таза тұрған ыдысымызға електен өткізіп алған ұнымызды саламыз. Осы ұнымыздың үстіне қантымызды салып аламыз. Барлық керекті ингредиенттерді описаниеға жазып қалдырамын. Енді үстінен қопсытқышымызды қосып аламыз. Үй температурасында тұрған сары майымызды да қосып аламыз. Сары майымызды салып алдық. Енді осыны қолымызбен жақсылап билеп аламыз. Міне жақсылап билеп алдық. Дәл осы қамырымыздың үстінен біз жұмыртқамызды қосып аламыз. Енді оны да жақсылап қамыр болғанша илеп аламыз. Міне қамырымызды илеп дайындап алдым. Дәл осындай болып дайын болды. Үстінен ұнтағымызды жақсылап сеуіп аламыз да, жабысып қалмас үшін, және де осы оқтаудың көмегімен дөңгелекше етіп жайып аламыз. Міне біз қамырымызды дөңгелекше етіп жайып алдық, өйткені біздің ыдысымызға дөңгелекше болып тұруы керек. Міне жайылып алған қамырымызды енді осындай ыдысымызға салып аламыз. Шет-шеттерін бәрін жақсылап жабыстырып, әдемілеп шығамыз. Әдемілеп жабыстырып шықтық. Шеттен шығып қалған қамырларымызды осылай оқтаудың көмегімен дұрыстап жіберуге болады. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасы дайындалып болғанша біз қамырымызды тоңазытқышқа салып қойдым. Ең алдымен осындай әдемі сүзбемізді аламыз. Сүзбеміз қатты құрғақ емес, қатты сулы емес. Орта теңдіктегі сүзбе. Енді оның үстінен қантымызды саламыз. Енді жұмыртқамызды салып, блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Міне сүзбеміз осылай болғанша езіп алдық. Енді осыны тоңазытқыштан қамырымызды шығарып, соның үстіне салып аламыз. Міне салып алған салмамызды осындай лопатаның көмегімен тегістеп шығамыз. Дәл осы сүзбелі пирогтың үстіне дәл осындай шиені қосамын. Сіздер қоссаңыздар да болады, немесе өздеріңіз қалаған ягодаларды қолдансаңыздар болады.
пирогымыз әдемі көріну үшін және де өте дәмді болып шығу үшін сондай ягодаларды қолдансаңыздар болады. Осы пирогымызды 180 градуста 45-50 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз да дайын болды. Өте дәмді әрі керемет болып шықты. Қонақтарыңызға да жасап көрсеңіздер болады. Дәл осы рецептпен мен өзім күнделікті жасайтын рецепт, оригинал рецепт жасап көрсеңіздер болады. Видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің YouTube арнама тіркелуді де ұмытпаңыздар. Мені жоғалтып алмас үшін YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Күнделікті салып отырған видеоларым сол сіздерге шығып отыратындай. Осындай қазақ тіліндегі контентті қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған Жансұлу.